болатын қандай шешім? Ассалаумағалейкум қазақ елі. Шешім шынымен де өте қиынға түсті, бірақ бәріміз ортаса түсіп, Қазақстанның жалпы батырлары әрқашанда біздің жандарымызды сақтайтын, біз үшін әрқашан жанын беруге дайын, әрқашанда біздің қауіпсіздігімізді қадағалап жүретін төтенше жағдайлар қызметкерлерін осы жыл қаһарманы деп айтуға рұқсат етіңіздер. Яғни, құрметті достар, биыл жыл қаһарманы бір адам емес, жалпы бүкіл төтенше жағдай бағытында осы сферада жұмыс жасап жатқан жандарға арналады. Мына премия сіздердікі. Құрметті достар, көп рахмет сіздерге. Қауіпсіздігімізді қадағалап жүрген көрінбейтін жандар, көрінбейтін апаттармен күресіп жүрген жандар, сіздерге көп рахмет қазақстандықтардың атынан. Қошеметтеріңіз достар. Биылғы қызық премияның жыл қаһарманы номинациясы төтенше жағдай бағытында жұмыс жасап жүрген барлық жандарға арналады.